Тынық мұхиты, кең байтақ және құдіретті, терең көк түсті жұмбақ. Ол біздің ғаламшарымыздың 3/1 бөлігін алып жатыр. Жерге ғарыштан қарап тұрғаныңызды елестетіп көріңізші. Сіз барлық құрлықтарды біріктіргеннен де үлкен тынық мұхитын көрер едіңіз. Бұл мұхит тек су ғана емес. Бұл таңғажайып тіршілік мекені. Китілер өз әнін тереңдікке салып айтады. Акулалар түрлі түсті балықтарға толы маржан рифтерін күзетеді. Ал бетінде дельфиндер секіріп ойнайды. Тынық мұхиты біздің ғаламшар үшін өте маңызды. Ол біздің климатымызды басқаруға көмектеседі және миллиардтаған адамдарды азық-түлікпен қамтамасыз етеді. Бірақ бұл мұхит алыбы қауіптерге тап болуда. Ластану, климаттың өзгеруі және балықтың шамадан тыс аулануы оны қауіп-қатерге ұшыратуда. Біз бұл бағалы ресурсты қорғау үшін қазір әрекет етуіміз керек. Тынық мұхит үшін және жер бетіндегі барлық тіршілік үшін. Тынық мұхиты жердің 5 мұхитының ең үлкені. Ол солтүстігіндегі солтүстік мұзды мұхитынан оңтүстігіндегі оңтүстік мұхитына дейін созылып жатыр. Шығысында Америкамен, ал батысында Азия мен Австралиямен шектеседі. Оның көлемін түсіну қиын. Ол 63 миллион шаршы мильден астам аумақты алып жатыр. Бұл жердің барлық құрлық массасын біріктіргеннен де үлкен. Тынық мұхитында сонымен қатар жер бетіндегі ең терең нүкте Мариана шұңғымасы орналасқан. Бұл шұңғыма 36 мың футтан астам тереңдікке жетеді. Эверест тауынан да терең. Тынық мұхиты үлкен көлемінен бастап таңғажайып тереңдігіне дейін шектен шығатын орын. Бетінің астында тынық мұхиты жасырын ғажайыптар әлемі. Мұхит түбінен жанартау таулары көтеріліп, кейбіреулері құрлықтағы кез келген нәрседен биік. Бұл су асты таулары балықтарды, маржандарды және басқа да тіршілік иелерін тартатын тіршілік оазистері болып табылады. Тынық мұхитында сонымен қатар кең жазықтар, каньондар және шұңғымалар бар. Мұхит түбі жер сілкінісі және жанартау атқылауы сияқты күшті күштердің әсерінен үнемі өзгеріп отырады. Су асты гейзерлері сияқты гидротермиялық саңылаулар ыстық, минералды суды суық тереңдікке шашады. Бұл саңылаулар осы экстремалды жағдайларда өмір сүре алатын тіршілік иелерімен бірегей экожүйелерді қолдайды. Тынық мұхиты микроскопиялық планктоннан бастап алып киттерге дейін тіршілікке толы. Онда жер бетіндегі кез келген басқа мұхитқа қарағанда көп түрлер мекендейді. Түрлі түсті маржан рифтері тіршілікке толы. Әр түрлі пішінді және өлшемді балықтар маржандардың арасынан жүзіп өтеді. Акулалар, скаттар және теңіз тасбақалары рифтерді күзетеді. Ашық мұхитта тунец және басқа балықтардың үйірлері үлкен қашықтыққа көшеді. Жер бетіндегі ең ірі жануарлар киттер жүздеген шақырымға дейін жететін әсерлі әндерді қолдана отырып бір-бірімен байланысады. Тынық мұхиты біздің ғаламшарымыздың таңғажайып әртүрлілігінің дәлелі болып табылатын тіршілік симфониясы. 5-ші бөлім маржан рифтері, су асты қалалары. Маржан рифтері таңғажайып биоәртүрлілігіне байланысты көбінесе теңіздің жаңбырлы ормандары деп аталады. Олар барлық теңіз түрлерінің 4/1 бөлігін азық-түлікпен және баспанамен қамтамасыз етеді. Бұл су асты қалаларын маржан полиптері деп аталатын кішкентай жануарлар салады. Маржандар, жануарлар, бірақ олардың ішінде тіршілік ететін балдырлармен симбиотикалық байланысы бар. Балдырлар маржандарды азық-түлікпен қамтамасыз етеді, ал маржандар балдырларға баспана береді. Бұл нәзік тепе-теңдік оңай бұзылады. Ластану, климаттың өзгеруі және зиянды балық аулау тәжірибелері маржан рифтеріне кері әсерін тигізеді. Судың жылынуы маржандардың ағаруына әкеледі. Бұл өмірлік маңызды экожүйелерді жойып жіберуі мүмкін. 6-ші бөлім тынық мұхитының алыптары. Тынық мұхитында жер бетіндегі ең ірі жануарлардың кейбірі мекендейді. Ең ірі жануарлар көк киттер, оның кең байтақ кеңістігінде жүзеді. Бұл жұмсақ алыптар 100 футқа дейін өсіп, 200 тоннадан астам салмаққа жете алады. Өркеш киттер жыл сайын мыңдаған шақырым жол жүріп, суық полярлық сулардағы қоректену орындарынан жылы сулардағы көбею орындарына барады. Қасқыр киттер деп те аталатын косаткалар, үйірлерде аң аулайтын өте ақылды жыртқыштар. Тереңдікте табақтай көздері бар, алып кальмарлар жасырынып жүреді. Бұл жұмбақ тіршілік иелері сирек кездеседі, бірақ олар өздерінің көлемі мен күшімен
біздің қиялымызды баурап алады. 7-ші бөлім – қауіптегі мұхит. Тынық мұхиты кең болғанымен жеңілмейтін емес. Ол адам әрекетінен туындаған көптеген қауіптерге тап болуда. Пластикалық қалдықтардан, химиялық заттардан және мұнайдың төгілуінен ластану теңіз тіршілігін уландырып, экожүйелерге зиян келтіруде. Климаттың өзгеруі мұхит суларын жылытып, маржандардың ағаруына, теңіз деңгейінің көтерілуіне және мұхит ағыстарының өзгеруіне әкелуде. Балықтың шамадан тыс аулануы балық популяцияларын олардың қалпына келуіне қарағанда тезірек азайтуда. Акулалар мен теңіз тасбақалары сияқты көптеген түрлер жойылып кетуге жақын. Бұл қауіптер бір-бірімен байланысты және бүкіл ғаламшар үшін ауқымды салдарларға әкеледі. 8-ші бөлім – көгілдір қазынамызды қорғау. Тынық мұхитының және шын мәнінде жер бетіндегі барлық тіршіліктің болашағы біздің әрекеттерімізге байланысты. Біз бұл бағалы ресурсқа әсерімізді азайтуымыз керек. Үкіметтердің, бизнес пен жеке тұлғалардың барлығының атқарар рөлі бар. Біз пластикті тұтынуды азайтып, қалдықтарды мұхитқа түсіп кетпес үшін дұрыс жоюымыз керек. Тұрақты балық аулау тәжірибелерін қолдау, балық популяцияларының сау болып қалуын қамтамасыз етеді. Теңіз қорғалатын аймақтарын құру, маңызды мекендерді қорғап, теңіз тіршілігінің қалпына келуіне мүмкіндік береді. Климаттың өзгеруі сияқты жаһандық мәселелерді шешу үшін халықаралық ынтымақтастық өте маңызды. 9-ші бөлім – үміт толқыны. Тынық мұхитына төніп тұрған қиындықтар қорқынышты болып көрінуі мүмкін, бірақ үміт бар. Бұл мәселелер туралы хабардарлық артып келеді, және әлемнің түкпір-түкпіріндегі адамдар шаралар қабылдауда. Ғалымдар мұхитты түсіну және біз кездесетін мәселелерді шешу үшін тынымсыз жұмыс істеуде. Табиғатты қорғау ұйымдары теңіз тіршілігі мен олардың мекендерін қорғау үшін жұмыс істеуде. Үкіметтер ластануды азайту және тұрақты тәжірибелерді насихаттау үшін саясат жүргізуде. Әрқайсымыз өзгеріс жасай аламыз. Ғаламшарға әсерімізді азайту арқылы біз тынық мұхитының салауатты болашағын қамтамасыз етуге көмектесе аламыз.